Рахмет әріптестер, қайырлы таң қадірлі көрермен. Ғарышты бағындырған қазақ батырлары жайлы әңгіме Алматы студиясында жалғасады. Бүгінгі қонағымыз белгілі журналист Талғат Сүйінбайұлы. Қош келдіңіз, Талғат аға. Рахмет. Қазақ елінің ғарышты бағындырғаны жайлы алғашқылардың бірі болып хабар таратқан журналистсіз. Ел өміріндегі маңызы зор сол тарихи оқиғаның куәгері ретінде естелік айтып отырыңызшы. 2 қазан күні осы Алматыдан 40 журналист жиналып, сол Байқоңырға бардық қой. Ол Байқоңырға ол кезде бұған дейін жай журналистер кіру мүмкін емес еді. Енді тәуелсіздіктің бір жылы лебі есті ғой деймін. Сол кезде 40 журналистке еркіндік берілді. Баспасөз министрі Қуаныш Сұлтанов ағамыз болатын. Бәрімізді жинап, қысқасы Байқоңырдан бірақ шықтық. Біздің президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев жаңағы бүкіл 13 республиканың президенттерін бастап, сол жаңағы ұшу алаңына келді, 17-ші алаң дейді. Сол жерде күтіп тұрдық, жүрегіміз дүрсілдеп. Содан кейін оның алдында бір күн бұрын ғарышкермен тілдескенде терезенің ар жағында енді микроб түседі, бактерия жұғып кетуі мүмкін, болмаса бір енді таза ұстайды ғой ғарышкерлер. Сақтық шаралары. Сақтық шараларының арқасында сол терезенің ар жағында тілдескенбіз. Онда дүниежүзінің 120 мемлекетінен журналистер келді. Өйткені бұл халықаралық экипаж еді. Жаңа Тоқтар ағамыз тұңғыш рет қазақтың атынан ұшып жатса, Австрия мемлекетінің атынан Франц Филик деген ғарышкер ұшып жатты. Ол елдің федералды канцлері келді. Оқиға басталды. Екінші күні таңертең сол таң шықпас сол енді Байқоңырдағы жаңағы алаңда жиналып, Тоқтар ағамыз әлі ұмытпаймын, бәріміз тұрмыз. Құрметті президент, мемлекеттік тапсырманы орындауға рұқсат етіңіз. Мен ғарышкер Тоқтар Әубәкіров деген сөзді әйтеуір қазақшалап айтты, соған мәз болып, қуанып қол шапалақтадық. Сол сәлден кейін арада бір 2 сағаттан кейін ғарышқа ұшты да кетті ғой. Сол 2 сағат бойы жаңа кеменің ішінде жатты. Сол көз алдымызда. Енді былай қарасаңыз, сол журналистер тұрған жер, жаңа көрермендер тұрған жерден ғарыш ұшатын алаңға дейін, жаңа кеме тұрған алаңға дейін 3000 метр. Сол бір 3 метрден ұшқандай болады ғой. Анау жердің тартылыс күшін жойып, зымыранның ұшуы деген оңай нәрсе емес екен. Өмірімізде бірінші рет көруіміз қасымыздан мынау шыныны тесіп бара жатқанда әсер етті ғой. 10 минуттан кейін ғарышқа шықты деп, сол кезде қол шапалақтадық қой. Ғарышкер Тоқтар Әубәкіров жайлы тұңғыш ең ғарыш қана шынайы деген кітаптың авторысыз. Туындыңызға Әл-Фарабидің сөзін атау етіп алуыңыздың белгілі бір себебі бар шығар? Иә, оның себебі былай болды. Сол 91-ші жылы жаңағы 61-ші жылмен арада 30 жыл ғой. Тұңғыш ғарышкер Гагариннің ұшуына 30 жылдық мерейтой болайын деп жатты Мәскеуде. Сол кезде енді Кеңес одағының жалғыз ірі газеті Правдада Қазақстанның президенті Назарбаевтың мақаласы шықты. Сол мақалада осы жаңағы біздің Әл-Фарабидің сөзі келтірілді. Сонда енді бір тамаша сөз, оны кейін мен өзімнің кітабына қолдандым. Әл-Фараби былай депті: қандай қиын күресті өткен күндерің, тағдырыңның айлағы боп тұр жерің, туған үйің ғарыш қана шынайы, ол сенімен, сен онымен мәңгіліксің ұдайы. Сонда біздің елдің президенті бұл ғарышқа біз бұдан бірнеше ғасырлар бұрын жаңағы осы ғарышты көздегенбіз. Осы ғарышқа қалайда осының құпиясын білсек деген ой болған деген бір керемет ой тастады, идея тастады. А негізі сол енді шынайы өмірде сол жүзеге асты ғой. Бір сұхбатыңызда Тоқтар Әубәкіров менің ғұмыр бойы зерттейтін кейіпкерім дегенсіз. Тоқтар ағамыздың болмысының ерекшелігі неде? Енді ерекшелігі бұл сирек, өзі сирек азамат, жаратылысы сирек құбылыс қой бұл кісі. Өйткені енді өзіңіз ойлаңыз, Кеңес одағының заманында сондай Кеңес одағының күшін, қуатын көрсететін ең ұшқыр, сонан кейін зымыран тасығыш сондай ұшақты, мигтерді сынақтан өткізген ғой. Өйткені Кеңес одағының әскери күші сол ұшақтар деді ғой. Ол ұшақтарды алдыменен жаңағы тайды үйреткендей қылып, дұрыстап, жөнге салып, сосын кейін пайдалануға беріп тұр қорғаныс министрлігіне.
Тоқтар ағамыз сынаған сол Ми-79К деген ғарыш кемесін кітапты жазу барысында сізде біраз зерттепсіз. Сіздің көп ақпарат білетіндігіңізге Тоқтар аға риза болған деседі. Ол рас, өйткені Тоқтар ағам жалпы болмысында өзі туралы еш уақыт айтпайды ғой. Ол өзі еш уақытта мен былай едім, мен былай еткенім деген сондай ешқандай өз тарапынан ештеңе айтпайды. Оны зерттеп әбден, сосын кейін Тоқтар аға мынау қалай еді, мынау былай еді дегенде ойпырмай деп таңғалып, сонда ғана сырын ашады. Әйтпесе еш уақытта ашпайды. Ал енді әйтпесе, міне қараңыз, Вашингтондағы дүниежүзілік авиация көрмесі бар ма? Сол авиация көрмесінде әлемнің 10 ең таңдаулы сынақшы әскери ұшқыштардың есімі жазылған. Соның ішінде үшіншісі Тоқтар ағамыздың есімі. Соны да мен кейін білдім ғой. Сұхбатыңызға рахмет, Талғат аға, оқырманға береріңіз көп болсын. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, сіздер Алматы студиясынан белгілі журналист Талғат Сүйінбайұлының әңгімесін тыңдадыңыздар. Ұлттық арна қосулы болсын. Таңшолпан Астана төрінде жалғасады.